Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздерге бүгін жеті шелпекті неге жұма күні пісіргені дұрыс. Сол себепті сіздерге анықтайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Қазір сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы. Дін мен шариғат заңдылығына бағынатын болсақ, ешқандай қайшылықтарды көрмейміз. Әруақты сыйлау, жеті шелпек және тағы басқа ата-баба әруағына сену және сыйыну дәстүр дұрыс па? Ата-бабамыз қолданып келе жатқан дәстүрден алшақтауға діннің әсері бар ма? Дін мен шариғат заңдылығына бағынатын болсақ, ешқандай қайшылықтарды көрмейміз. Пайғамбарымыздан рухаят етілген хадис шәріпте Аннас ибн Малик сахаба келіп, Алла елшісінен былай деп сұрайды: бір тандыр нанды садаға еткім абзал ма, әлде 100 рет рәкат нәпіл намаз оқыған абзал ма? Сонда пайғамбарымыз бір тандыр тарату 100 рәкатқа нәпіл намаздың сауабынан абзал деп жауап береді. Осы хадисті түсінген біздің ата-бабаларымыз тікелей тандыр нан болмаса да соған ұқсас шелпекті пісіріп садақа беретін болған. Енді оның санына тоқталатын болсақ, неге 7 шелпек, 3 шелпек емес деген сұрақтар қойылып жатады. 7 саны қазақ халқында қасиетті ұғым болып саналады. Сондай-ақ дінімізде 7 санымен байланысты айтылған дүниелер көп. Мысалы, иманның 7 шарты: 7 рет қағбаны тауф ету, ит жалаған жерді 7 рет жуу, Алла тағала 7 қабат аспанды жараттым деп айтуы, аптаның 7 күні болуы. Құран кәрімде алғашқы оқылатын Фатиха сүресінде 7 аят болуында терең даналық жатыр. 7 шелпек бір аптасының садақасы. 7 шелпектің жұма күнде пісіруінің ол күннің апта күндерінің ішіндегі ең қасиетті күн болуында. Пайғамбарымыздан бізге жеткен хадисінде былай делінген: жұма күнде сондай бір сәт бар, мұсылман адам дұға жасаған уақыты сол сәтке дәл келетін болса, онда оның дұғасы міндетті түрде қабыл болады. Міне, осы сахих хадис аясында ата-бабаларымыз садақасын 7 шелпегімен сол уақытқа тура келіп қалсын деген ниетпен беретін болған. Мұның барлығы біздің ислам дінінде, шариғатымызда, пайғамбарымыздың хадистерінде орын алғанын көрдік. Өкінішке орай, осыны мойындамай адасушылық деп жүрген бабаларымыз да бар екен. Міне, солардың осы хадистер турасында аз да болса ойланса екен деген ниеттеміз. Қазақтың басым көпшілік жасап жүрген рәсімі береке бірлікке себеп болатын ізгі дәстүрлер. Сондықтан мұндай салт дәстүр ислам шариғатына қайшы келмейді. Наным сенім бойынша о дүниелік болған адамдардың рухы осы өмірдегі жақындарының адамдарын қорғап жүреді деген түсінік бар. Тіпті жаугершілік заманда да жауынгерлер жауға қарсы әруақ деп шапқан. Бала көтере алмай жүрген әйелдер, науқастар әруақтың басына түнеп зиярат етеді. Халық арасында әруағын сыйламаған, әруақтан қорықпаған адам Құдайдан да қорықпайды деген ұғым қалыптасқан. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейтін ұстаныммен дүниеден өткен жақындардың рухын риза етуді міндет санайды. Әруаққа арналып ас тағам берілетін кезде әруақтың негізгі асы бауырсақ пен шелпексіз өтсе, онда әруақтар аш қалды, залалы тиюі мүмкін деген түсінікте сақталған. Әруақ асы бауырсақ пен шелпектің өзі емес, одан шығатын иісі. Сондықтан ол жын шайтанға қарсы ықпал етеді деген сенім болған. Қазақ халқының салт санасына сіңген 7 шелпек пісіру және оны
жұма күніне арнайы пісіру деген сияқты санамызға сіңіп қалған. Және дәстүрімізде бар. Баяғыда бір әулие кісі бейіттің жанынан өтіп бара жатып, сол жерден шығып жатқан айғай-шудың куәсі болады. Жақындап барып қараса, сол жердегі әруақтардың жоғарыдан түскен сауапқа таласып жатқанын көреді. Анандай жерден бейіттің жанында отырған әруаққа барып, аналардың жанына барып, өзіңіздің сауабыңызды неге талап етпейсіз? Әлде сізге сауаптың керегі жоқ па? Деп сұрайды. Әлгі әруақ, мен балама тіршілікте жасайтынын Құран оқуды үйретіп кеткенмін. Сол балам бүгіндері тіршілігін жасап жүр. Өзінің тіршілігін де жасайды, Құранын да оқиды. Намаз оқып, Аллаға құлшылығын да үзген емес. Сауабын бағыштауды да ұмытпайды. Оның маған сауабы жетіп, жемісін қабірде де көріп жатырмын, деген екен. Ал ана әруақтардың артында қалған бала-шағалары Құран оқытып, әруақтарға бағыштамайды екен. Сондықтан олар бейіттің жанынан өткен-кеткен кісілердің оқыған Құрандарының сауаптарына таласып жатыр екен. Әруақтарға жеті шелпек пісіріп, Құран оқытып қойған дұрыс. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.